Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге Facebook компаниясының шығу тарихы жайлы айтатын боламын. Бүгінде ол компания атауын Meta деп өзгерткен болатын. Біздің күнделікті қолданып жүрген Facebook'тан өзге WhatsApp, Instagram желілері Meta компаниясына тиесілі екенін де айтпай кетуге болмайды. Әлемдік алпауыт компаниялардың тарихына үңілсеңіз, өзіңізді бизнес бастап кетуге даяр секілді сезінесіз бе? Ендеше мен сіздерді кезекті бренд тарихымен таныстырмақшымын. Facebook әлеуметтік желісі шағын қосымшадан ғаламдық желіге қалай айналды? Оның даму жолындағы тосын оқиғалары, құпиялары қызықтырса, біз бастаймыз. Сіз кімсіз? Марк мырза. Марк Цукерберг атты есімді естімесеңіз, сізді артта қалып қойған адам деп айтуы мүмкін. Және оған ренжімеуге тырысыңыз. Бүгінде ғаламды да, санады да жаулаған Facebook желісінің негізін салушы, дамытушы адамның есімі Марк Цукерберг. Баяғы бағзы заманда, нақтырақ айтқанда, 1984 жылдың 14 мамыр күні White Plains қаласында тіс дәрігері мен психиатр отбасында Марк атты ұл дүниеге келеді. Марк 10 жасқа толған кезінде әлемнің бағдарламашылар мен қолданушылар атты екі топқа бөлінетіні жайлы естиді. Осыдан соң өзінің алғашқы дербес компьютерін QNX 486 Dexy'ді алады. Қолданушылар компьютермен жұмыс істейді, ал бағдарламашылар әлемді өзгертеді. Компьютер қолына түскелі, бала Марк өзін есейген, боз бала сезінеді. Құр отырмай бағдарламауды үйренгенім жөн деген ой боз баланы сол кезде баурап алады. Ол үшін бірнеше кітаптар оқып, компьютердің қыр-сырымен танысуға кіріседі. Кітаптан келер зиян болмайды. Бағдарламалау тілдерін үйренген ол, жоғарғы сыныпта жүргенде біршама бағдарламалар жасайды. Мысалы, риск үстел ойынның компьютердегі нұсқасын шығарады. Цукербергтің айтуынша, оның басты мақсаты бірден әлемді жаулап алу болмаған. Асықпай қызықты бағдарламалар ұсына отырып, бірте-бірте дамуды көздейді. Synapse плейлері. Оның Facebook'тан бұрын шыққан Synapse бағдарламасы ел арасында жақсы таралған. Бұл бағдарлама тұтынушының қандай әндер тыңдайтынын бақылау арқылы оған талғамына ұқсас әуендер ұсынатындығымен ерекшеленеді. Ерекше бағдарламаны Microsoft өз иелігіне алғысы келіп, Цукербергті жұмысқа шақырады. Бірақ бағдарлама толықтай компанияның меншігіне кетеді деген соң, Марк ол жұмыстан бас тартады. Одан кейін оны ауылда жұмысқа шақырады. Барлығына мәдениетті түрде ұсынысыңызды қабылдай алмаймын деп жауап қатқан. Марк болашақта мультимиллиардер болатынын сезген де шығар. Цукерберг бағдарламалауға қадалып қалған адам емес. Одан бөлек математика, жаратылыстану ғалымдарына да қызығатын. Тіпті семсер сайысы сынды спорт түрімен шұғылданған. Көне тілдерді оқып, бағзы замандарға сапар шегуді ұнатқан деседі. Бір ретте мектеп кезінде 3 ай жазғы демалысының уақытын көне грек тілін үйренуге жұмсаған. Осыншама жан-жақты бала қандай мамандық таңдады деп ойлайсыз? Таңдаған пәні психология. Университетте аса белсенді болды деуге болмас. Бағдарлама жазуға деген құштарлық басқа нәрсені ойлауға мұрша бермейді. Емтиханда өте қиын тапсырмалар орындау керек. Мәселен, өнер тарихы пәнінен 500 суреттің тарихын айтып беру керек. Сабағына қарамай жүріп, емтиханнан 2 күн қалғанда не істесем деген ойға батады. Оқыған мен қайран жоқ. Шешімін бұлайша табады. Әрбір бетіне бір суреттен орналасқан сайт ашады. Тобында бірге оқитындарға сол суреттердің астына сол туралы білетінімен бөлісуді ұсынады. Осылайша қызықты әрі жаттығуға оңай ақпаратты қағып алған Марк емтиханды үздік бағамен аяқтайды. Даудың басы неден басталды? Facebook тарихының тамыры тереңде жатыр. Барлығы Phillips Exeter академиясынан бастау алады. Әрине әлеуметтік желінің нақты идеясы болмаса да, негізі осында қаланды деуге де әбден болады. Аталған академияда білім алып жүріп, The Photo Address Book соның қолында болған. Ол оқушылардың анықтамалығы, яғни бірге оқитындар туралы барлық мәліметтерді сол жерден алуға болады. Мектепте оқушылар анықтамалықта қалай алды деп ойлайсыздар? The Facebook өзінің негізгі атауы тым ұзақ болғандықтан, балалардың шығарып алған атауы бүгінде әлеуметтік желінің атына айналарын кім білген? Гарвардқа түскен соң Марк аталған жүйенің университетте жоғын байқайды.
Осылайша жас жігіт The Facebook секілді онлайн анықтамалық жасау туралы ұсынысын басшылыққа жеткізеді. Бірақ студенттердің жеке мәліметтерін таратуға болмайды деген желеумен басшылық қарсылығын білдіреді. Даудың басы осы жерден басталған деседі. Бетін қайтарғаннан Марк налыған жоқ, қайта айтқаннан қайтпай, кері шегінбейтінін жеткізеді. Содан бір күні Марк Гарвард университетінің мәліметтер базасын бұзып, Фаче Матч кодтық атауы бар қарапайым сайт жасайды. Сайттың концепциясы да қарапайым. Студент қыздардың суреттеріне баға беру арқылы рейтинг жасалады. Сайт тек Гарвардтың ішінде ғана ашылатын еді. Одан кейін болған оқиғаны санмен берген дұрыс болатын шығар. Сайт іске қосылғанда 2 сағаттың ішінде 450 қолданушы сайтқа кіріп, 22.000 сурет қаралады. Осындай ерлік жасалғаннан естіген басшылық ашуға булығады. Нәтижесінде Маркқа үлкен проблемалар кез болып, сайтты жауып тастайды. Бірақ осы жолы да Марк өз ұстанымын өзгертпейді. Фейсбуктың дүниеге келуі 2004 жылдың 4 ақпаны түрлі оқиғалармен өрнектеледі. Соның ішінде ғаламдық маңызы бар әлеуметтік желі осы күні іске қосылады. Бастапқыда атауы The Facebook болады. Ашылуында ат шаптырылған жоқ, сайт тыныш қана іске қосылады. Бастапқы құрамның ішінде Марктың өзінен басқа Фейсбуктың алғашқы қаржыгері Эдуардо Саверин, көмекші бағдарламашы Дастин Московиц және Крис Хьюз атты 3 жігіт кіреді. Осылайша аты әлемге әйгілі Фейсбуктың қазіргі тарихы басталады. Адам жинап, оны қауымға айналдыру үшін спамдар қолданылған. Тарихта спамның жақсы нәтиже берген бірнеше ғана мысалы болса, Фейсбук солардың көшін бастап тұр. Жақсы дүние жарыққа шықса, айналасында әңгіме де, айқай-шу да көп болады. Фейсбук тарихында ондай оқиғалар кейде болып тұратын. Фейсбуктың ашылғанына 6 күн өткен соң, Гарвард университетінің жоғарғы курсының 3 студенті, ағайынды Кэмерон мен Тейлор Уинклоустар және Давия Нарендра әлеуметтік желінің идеясы біздікі, Марк бізден ұрлап алды деген айып тағады. Олар 2003 жылы Цукербергті өз топтарына қосып, Гарвард Connection.com сервисін даярлауға қостық дейді. Сол кезде олар қазіргі желінің идеясына ұқсас дүниелермен бөлістік деп барша адамды сендіреді. Көре алмаушылық қасиет пе екен, әлде арзан атақ па? Жоғарғы курс студенттері басшылыққа осы жайтты жеткізіп, университет ішінде шығатын газетке мақалада береді. Әрі қарай қарсылықтың маңызы да, ол туралы нақты мәліметтерде шамалы. Ақыры сот араласқан іс одан кейін бірнеше жылға жалғасады. Нәтижесінде Facebook өтемақы ретінде қолма-қол $65 миллион және акция түрінде $45 миллион төлейді. Бір тарап идея авторы Цукерберг десе, енді бірі ағайындылардың ойындағысына аздаған өзгеріс енгізген деген пікірді ұстанған. Фейсбуктың гүлденген шағы. Бастапқыда The Facebook тек Гарвард университетіне ғана арналған еді. Сайт іске қосылған алғашқы айдың өзінде әлеуметтік желіге Гарвард университетінің жартысына жуық қатысушылары тіркелген. 2004 жылдың наурыз айынан бастап шекарасын ұлғайта бастайды. Енді желіні Стэнфорд, Колумбия, Йель университетінің де студенттері пайдалана алатын болады. Одан кейін оқу орындарын қойып, желі ақш пен Канаданың ірі мекемелерінде қамтиды. Бюджеті. Әлеуметтік желі енді құрылып жатқанда бірге оқитындардың көмегімен және Эдуардо Севериннің жинаған ақшасымен жұмыс істеп тұрған еді. Уақыт өте келе Фейсбуктың ауқымы кеңейе бастайды. Тарихтың осы жерден үзіліп қалмауы үшін қомақты қаржы қажет бола бастайды. Марк Цукерберг ақша табу мақсатында Пало-Альтоға кетеді. Ол жерде Next файл алмасу желісін жасаған Шон Паркермен танысады. Желінің жұмысы тоқтап тұрса да, Паркер үмітін үзбейді. Әлемді дүр сілкіндіретін идея болса, Марктың әркез қолдауға даяр екенін жеткізеді. Facebook Паркердің шарттарына сәйкес келіп тұрады. Цукерберг жаңа танысын пайда көзі ретінде көреді. Себебі одан келер көмек ұшан теңіз болатын. Осылайша компания тарихында Марк пен Шонның бірігіп жұмыс істеп бастағандығы туралы айтылады. Фейсбуктың алғашқы инвесторы Питер Тил, PayPal төлем жүйесін жасаушыларының бірі, оның инвестиция көлемі $500 мың болады. Facebook қолданушыларының саны осы кезде миллионға жеткен еді. 2005 жылы домендік атауға өзгеріс енеді. The алынып тасталып, Facebook қана қалады.
Осыдан кейін бұл желіні тек студенттер емес, барша жұрт қолданыла бастады. Қалаған адам тіркеліп, пайдалануға рұқсат етілді. Жалпы Facebook тарихы барлығы өз қолыңызда екендігін дәлелдейді. Өз ойыңызды жүзеге асыруға бар күшіңізді жұмсаңыз. Заманның ағымына қарай Facebook'та бір күні сәннен кетері анық. Десе де табандылық, қызығушылық және еңбек ұғымдарының жарқын көрінісі екендігіне келіспеске амалымыз жоқ шығар. Марк болса мақсатына жетіп, бай қуатты ғұмыр кешуде. Және де айта кеткен жөн болар, Марк Цукерберг өзінің небәрі 21 жасында жас миллиардер атанғандардың бірі. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған $KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.